Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Кешкі асқа не дайындайтыныңызды білмей отырсаңыз, дәл осы видеодағы тағамды дайындауға кеңес беремін. Үйде бар заттардан дайындалады, қонаққа да ұялмай ұсынасыздар. Оның үстіне ерекше тағам ешқандай уақытыңызды алмайды. Барлығын турап қазанға саласыз. Осындай дәмді керемет болып өзі пісіп шығады. Қазанның түбіне сұйық майымызды құйдық. Себетін дәмдеуіштерді алдын ала дайындап аламыз. Өзімізге оңай болу үшін кориандр, қарабұрыш, тұз, паприканың барлығын осылай видеодағыдай араластырып аламыз. Енді қазанымыздың түбіне құйрық майды осылай жұқалап кесіп, барлығын орналастырып шығамыз. Дәмдеуіштерден аз ғана сеуіп шығамыз. Енді құйрық майдың бетіне етімізді, кез келген ет түрін пайдалансаңыздар болады. Мен осы қойдың етін пайдаландым. Менде ет тұздалмаған, осындай таза ет. Сондықтан дәмдеуіштерді еттің үстіне көбірек себемін. Егер де тұздалған болатын болса, аз ғана мөлшерде сепсеңіздер болады. Бір орташа пиязымызды жарты айшықтап турап, етіміздің бетіне себелеп шығамыз. Екі сәбізімізді осылай дөңгелектеп турап, пияздың бетіне қойып шығамыз. Енді дәмдеуіштерімізді себеміз. Картоп менде майдалау болғандықтан ортасын бөлмей осылай тұтасына салдым. Сіздерде ірі картоп болатын болса, барлығын біркелкі етіп, барлығы толықтай пісу үшін ортасынан бөлсеңіздер болады. Картоптан кейін дәмдеуіштерімізді сеуіп, 4 болгар бұрышын осылай ірілеп турап себелеп шығамыз. 3-4 қызанақты, оны да ортасынан бөліп, беткі бөлігіне себелеп шығамыз. 2-3 сарымсақты осылай ірілеп турап, бетіне себелеп шығамыз. Енді дәмдеуіштерімізді беткі бөлігіне аздап себелеп, капустамен қазанымыздың бетін толықтай жабатындай етіп, біркелкі жауып шығатын боламыз. 10 минуттай қатты отта ұстаймыз, 35 минут баяу отта осылай пісіріп алатын боламыз. Толықтай піседі, өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Егер де дәл осы рецептпен жасап көретін болсаңыздар, видеоның астында комментарий бөліміне сіздерде қандай болып шыққанымен бөлісіңіздер. Кешкі асқа өте тамаша тағам, өте тойымды. Осылай ешқандай су құймай, өзінің сөлінде өте дәмді болып пісіп шығады. Егер де каналға жазылмаған болсаңыздар, алда шығатын жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!